Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен шығыс тәттісі казинакимен бөлісемін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып жіберсеңіздер болды. Ол үшін жаңғақ аламыз, яғни арахис жаңғағын алып, блендерден өткіземіз. Блендерге салып аламыз. Барлығы мен где-то 200 граммдай арахис жарайды. Сол арахисті блендерге саламыз. Блендерге салып болып, барлығын айналдырамыз, яғни өте майдалап ұсақтаймыз. Казинаки жасау үшін ұсақтап аламыз барлығын. Казинакидің бұл өте дәмді, әрі шайға ішуге жақсы да, шаймен ішуге жақсы. Дайын нәрсені, білмейтін нәрсені алғаннан, одан да өз қолыңызбен жасаған өте керемет. Осын әбден ұсақтап блендерден өткіземіз. Өте майда болғанша, чтобы ірілері кетіп, өте ұсақ болу керек. Осыны блендерден өткізіп алдық. Мінекей қараңыздар, қандай күшті керемет. Өте ұсақ, бәрі үгітіліп кетті жаңғақтың, арахис жаңғағының. Осыны мінекей ыдысқа салып аламыз. Үлкендеу ыдысқа салып алған ыңғайлы. Мен кішілеу ыдысқа салыппын. Барлық ішін бәрін тазалап алдым. Арахистің қараңыздар, қандай күшті болды. Прямо әдемі. Енді финикиді аламыз. Финикидің сырт ішіндегі жаңғақты несін алып тастаймыз, сүйегін алып, өзін салып отырамыз. Финикидің сыртын ғана тек. Яғни ішіндегі жұмсағын саламыз, ішіндегі сүйектерін алып тастаймыз. Өйткені сүйектері блендерден өтпейді ол. Сондықтан ол кетіп қалмасын, сүйегі кетіп қалса болмайды. Сондықтан тек қана сыртындағы несін аламыз, жұмсағын аламыз тек қана. Осының бәрін алып аламыз. Енді мен онша не алған жоқпын, көп алған жоқпын. Азғантай ғана салып алдым. Яғни жарайтындай өз мөлшерімде қарап, арахисімнің мөлшеріне қарай салып алдым. Осылардың бәрін сыртын ашып аламыз да, содан кейін барып, бұны да блендерден өткіземіз. Яғни блендерден тағы ұсақтаймыз бұны да. Өте неғылып, өзі белгілі, ұсақталғаны көрініп тұрады. Жұмсақ болып қалады да, езіліп. Финики. Көріңіздер, финикиді күштен өткізіп алдым блендерден. Жабысқақ болып, прямо майда болып қалды. Осыны аламыз да, жаңағы біздің үгітілген жаңғағымызға саламыз. Жаңғағымызға салып, осыны араластырамыз, жақсылап. Бәрі біркелкі болып араласу керек. Жаңғағымыз. Жаңғақпен араластыруымыз керек. Өте прям күшті, керемет, тәтті болып шығады. Асықпай араластыру керек, қолмен бәрі біркелкі болу үшін. Бойына финики барлық не болып тұрғасын, барлығын бойына өзінің сіңіріп алады да, жақсы қылып. Қолмен жасағанда да ыңғайлы болу үшін кейсінде осылай қолмен енді формалар жасаймыз. Казинакидің формасын өздеріңіз қарайсыздар. Шағын қылып жасайсыздар ма, үлкен ұзындау қылып жасайсыздар ма, ол енді өздеріңіз ыңғайларыңыз қарай. Менде форма болмады да, тек қолмен формалап жасадым. Яғни казинакидің формасын жасадым, қолмен ыңғайлап. Осылай төрт бұрышты қылып жасап алдым. Әрқайсысын келіңіздер, қараңыздар, әдемілеп. Финикиді болғасын арасында бастары жақсы біргет. Осындайдың бірнеше 3-4 түрін шығардым. Казинакидің бастарын біріктіріп, ақсықпай біріктіру керек екен. Өйткені асығыс болса, артынан кейін шашылып қалуы мүмкін. Сондықтан асықпай біріктіресіздер. Финикимен жаңғақты араластырып. Кейін осылай қолмен формалап жатырмын. Әртүрлі формаға келтірсеңіздер де болады. Ол енді өз еріктеріңіз. Сондықтан мен тек қана ұзындау қылып, 4 бұрышты қылып, кәдімгі казинаки сияқты қылып жасадым. 4-еуін ба, 4-еу шықты менен, 4 штук шықты. Өте керемет, күшті, әдемі болып шығып атар. Түрі де өзі, дәмі де жақсы, керемет болады. Осындай қылып мен 4 бұрышлап формаларды жасадым. Барлығын қолмен жасадым. Қаттырақ басып жасамасаңыздар, арасы тығыз болу үшін қаттырақ басып жасаған дұрыс. Кескен кезде де жақсы шашылып қалмас үшін жақсы 4 бұрышлап жасап аласыздар. Және де сіздерге шоколад керек болады. Енді ақ және қара шоколад болған дұрыс. Менде енді ақ шоколад болмағандықтан тек қана
қара шоколадпен жасадым да. Ақ шоколадпен жасаса түрі әдемі, прям күшті болуы мүмкін. Әртүрлі формада жасауға болады, яғни шоколадтарды. Болса ақ шоколадпен қара шоколадтан. Мен енді сол тек қана бір түсті шоколадым болғандықтан тек қана қара шоколадты пайдаландым. Мінекейіңіздер, әртүрлі формаларын жасап алдық осылай. Сосын таяқша болса, яғни жасап болғаннан кейін бұлардың ортасын басу үшін таяқша керек. Яғни сушидің таяқшасын пайдаландым мен. Осылай прям басып аласыздар, тереңірек басып қойсаңыздар болады, шоколадты құю үшін ортасына. Осылай басып алдым. Енді телефон ұстап тұрғасын ыңғайсыз болып тұр. Мінекей басып орталарын жаңағыдай шоколад құю үшін. Сосын мен қара шоколадты алдым. Қара шоколадты алып, яғни ерттім. Ыстық суға салып ертесіздер. Оны ыстық суға салып, осы күйінше пакетке салфанға салған күйінше ертіп алдым да ортасына құйдым. Жаңағы таяқшамен бастырған жерлерім ортасына құйдым. Мінекей. Енді осының үстінен ақ шоколадпен өткізгенде жақсы болатын еді, әдемі болады, көрнекті. Содан кейін холодильникке салып қойдым, яғни морозильникке салып қойдым. Тез не алу үшін, қату үшін морозильникке салдым да аз уақытқа, 15 минутқа ма салдым. Енді ұзағырақ қойып қоюларыңызға болады, өйткені жақсы қату үшін. Мінекей қараңыздар, морозильниктен алып шықтым. 10 минуттан кейін алып шықтым, ойдым. 10 минуттан кейін алып шықтым. Керемет дәмді болды. Мінекей қараңыздар, күшті. Ол назар аударғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий, лайк басып жіберіңіздер. Баршаңызға рахмет.